Bir kişine söyleyip gerek жай ғана сөйлей ғой. Мен туралы сөйлейік. Білмеймін, енді өзің туралы айтсайшы. Мен 2000 Қай жылғысың сен? Мен негізі 96. 96. Туған айың қай жылы? Сентябрь болады. Жігітің бар ма? Жоқ. Мүлдем жоқ па жігітің? Вообще жоқ. Вообще жоқ. Мүлдем жоқ қой енді. Жақсы. Бір күйеу бала тауып берейік біз. Ал ағайын, мен қысқасы бұлай ғой, сіздерге айтқым келгені, сіздер мына Қытайдан келген қандастарды көрдіңіздер, Монғолиядан келген қандастарды көрдіңіздер, Өзбекстаннан келген қандастарды көрдіңіздер. Енді сіздер сонау Ираннан келген қандасты көріп пе едіңіз? Қысқасы бүгін міне менің офисыма Қызылжар қаласындағы осы тәуекел көшірмемен айналысатын ұйымымыздың офисына ирандық қыз қарындасымыз келіп отыр, Нұрай атты қарындасымыз. Жалпы негізі бұл қыз осыдан 2021-дің кезінде сонау Ираннан бірнеше ондаған шақты отбасымен осы біздің солтүстік Қазақстан облысына, мына жерде Есіл ауданы деген жерде Николаевка деген елді мекенге көшіп келген болған. Ауылы болады. Қандай ауыл? Көпеш ауылы болады. Болашақта Көпеш ауылы бола ма? Жоқ, ескіден Көпеш болған, ана орыстар деген келіп Николаевка болып тастаған ғой. Жалпы негізі бұрынғы атауы Көпеш, Николаевка. Тамаша. Дәл қазіргі уақытта бұл қарындасымыз біздің осы солтүстік Қазақстан облысының орталығы Қызылжар қаласындағы Манаш Қозыбаев атты университетте оқып жатыр. Қай салада, қай факультетте оқисыз? Мен дене шынықтыру педагог мамандығында мұғалім ретінде оқып жатырмын. Тамаша. Дене шынықтыру мұғалімі боласың ба не? Бұйырса, Алла қаласа. Тамаша. Одан да күшті ғылыми түрінде оқығым келеді. Болашақта күшті маман болғым келеді. Ой, мықты. Жалпы қарғам қалай? Біздің Қазақстан ұнап отыр ма саған? Қазақстан ұнап отыр ма? Қазақстан менің топырағым, менің жерім, менің генетикам. Қазақстан менің бәр нәрсем. Мен оған мақтанам, қуанышым, сезімім айта алмаймын ол жерде. Менің туым бар әлемде, саясатта. Жалпы қуаныштысың ғой, елге атамекеніме келгеніме мың артық қуаныштым, Аллаға шүкір етем. Мен өзі еліме, мысалы, өзі қазақ генетикаммен, өзі еліме қайтып деген осы сияқты оқып жатырмын, осы сияқты өзімді жайымды, орнымды жақсы түсініп жатырмын әлемде да. Қыз ретінде қандай өзімнің болашағым қандай әдемі болатынын білемін осы мемлекеттің ішінде. Тамаша. Руың кім сенің? Менің руым Адай, Адайдың ішінде Бұқсары. Шіркін, Адайдың қыздары келіп жатыр біздің солтүстікке. Жалпы негізі Иранда қазақтардың көбі Адай ғой, жалпы? Көбісі Адай, айта алмаймын, Адай саны көп Иранда. Негізі өзіне көре ерекше тарихы бар, оның дастандары бар, еститін, оны ешкім кітап қылып жазған емес, ән қылып айтқан емес бізде Иран қазақтарын. Тек Иран қазақ деп таң қалады естігенде көп кісі. Иранда да қазақ бар ма дейді. Тек сол сөзге жетеді. Мысалы, Турцияда, Түркменстанда қазақ, мысалы, Қытайда, Монғолияда бар екенін біледі. Ирандағы, санатағы қазақтың атауы негізі телевизорда да, затта да айтылмайды көбінде. Сол туралы деген анық да жоқ, затта жоқ. Белгілі біздің қазақтар түсінмейді сонда. Ол қалай болады тек қалады. Парс мемлекеті болғасын. Иран мемлекеті, Дари мемлекеті болғасын. Жалпы Адай дейміз. Наймандар бар ма жоқта? Наймандар да бар ғой, тоже. Найманның өзі деген фамилиясын Адай қылып қойған. Найман, бірақ фамилиясын Адай деп қойған. Сол ғана ұлттық қазақ деген қағаз бізде шықпайды. Сол туралы көбісі Адай деп ру беріп жатыр өздеріне. Қазақ ескелді, мысалында көрпе деп, өзі рулар жоқ болып кетпесін деп, жаңа Иранның паспортының ішінде, документтерінің, куәліктерінің ішінде тоже деген жаңа ішінде дұрыста анық қазақ деген нәрсе жазылмайды да, Иранның құжаттарының ішінде. Сол руды, фамилияны жоғалтпайын деп, өздерін жет атасын түгін жоғалтпайын деп, сол фамилияны беріп жатады бір-біріне өздері. Сондай аталарымыз сондай тырысып кезінде, жаңа патшаның кезінде, Иранның саясат кезінде, сол көшіктен барған кезде, сөйерде тырысып, жаңа қазақ біліш дейді да, қазақ біліш дегенде ілімді білімді болған қазақтар барған кезде. Сол туралы сол еңбегімен деген документ құжат жасап алған, куәлік
балдар оқу үшін, мектепке бару үшін, білім алу үшін бізде қаншама мамандар шыққан Иранда. Қазір ең жас баламыз мысалында Эрфан Көрпе, неше бір балдар бар мысалында оқып жатыр. Мен деген мамандықтарда да қазір екі футболист бар Қазақстанда. Біреу деген Ислам Қазақ деген, біреу деген ана менің бір подружкамның жолдасы болады да. Не сен подружка анау мынау деп орысша сөйлей бастапсың. Енді дос қызымның жолдасы сондай да. Ол енді Петропавлда 3-4 жыл жүргесін алысып кеткенмін қазақша сөйлеумен орысшаға. Жақсы. Қалай енді болашақта қандай жалпы негізі мына қысқада нұсқа Ираннан келген тарихыңды айтып берші, қандай мақсатта келдіңдер мысалы? Мен Ираннан келгенім мақсатым, үлкен мақсатым мамамның бізге сәйкес, бізге жақсы өмір сыйлау үшін негізі генетикамыз қазақ болғасын жоғалмасын деп сол Қазақстанға бару бізге қажет болды. Негізі біздің генетикамыз қан таза қазақ. Қазақ балаң ұрпағы болғасын, әке қазақ, шеше қазақ, тамырымыз қазақ, руымыз қадай. Мысалы жеріміз, топырағымыз белгілі болғасын, соған сәйкестеніп, сол саясатымызды өзімізді бала кезден аталарымыз ұстаған салт дәстүрді дұрыстап, сол той бәрі, сол салт дәстүрдің бәрі дұрыс өтеді. Сол салт дәстүр арқылы бізді Қазақстанға қазіргі саясат, Иранның саясатына, Қазақстан саясатына ол мен қатысым жоқ. Негізі өзімізді жоғалтпайын деп, ұрпақты жоғалтпайын, болашақты жоғалтпайын деп біздер Қазақстанға келдік тоже. Соны тікелей қайттық та көзді жұмып, не болсын болмасын, ол қайға жетеді, қай не болады, менің мақсатым оқу, білім алу, Қазақстанда дамуымыз. Болашақ біздіңкі қазақ. Мықты. Жалпы осы жаққа ең бірінші мен есімде бар. Ең бірінші сендер Сергеевкаға келген кезде мен күтіп алдым ғой сендерді. Әлгі сендер газельмен келген кезде сол кезде үлкен ақсақал болды. Біз Сергеевкаға келмедік, біз Көпеште түсіп қалдық. Сол Николаевка тұсында. Біз бірінші барғанда Покровка деген Явлинканың бір аулы болды. Сол мешітте түстік, сояқта деген акиматтан, жаңа қандас қорынан адамдар келіп бізді күтіп, жаңа деген мереке той қылып өздері деген сояқта күтіп алды. Ең бірінші сезімдерің қандай болды Қазақстанға келген кезде? Мен бірінші сезімім Ақтаудың аэропорты болды. Үлкен сезімімді. Мен қалай оралып және Қазақстанға келдім. Қалай мен ата-баба рухым жәнеден таза болды. Жаңа дүния келген сәби қысағандай болдым, өзім сөйтіп сездім. Үлкен сезімім сол болды. Мен өзі рухыма қайтқандай болдым да. Негізі мен қазақтың ұрпағысым. Генетикам қазақ. Армандарым, мақсаттарым қазақтікі. Тамаша. Қандай керемет. Осы сен сияқты осындай мықты, рухты, арман жоғары қыздар Иранда көп па? Бар, көбісі де деген тек ол қызға жатпайды, ол балаға да жатады. Солардың бәрі енді жастардың бәрін бері қарай алдыруымыз керек қой. Алдыру үшін бізде қазақ деген жаңа айттым ғой. Қазақ туралы, қазақ мәселесі туралы ол балдардың деген анықтама жоқ қой. Жаңа деген ол қандай мекемелер, қандай құжаттар керек, оған қандай көмек жасай алады, оны білмейміз біздер. Сол туралы. Жақсы. Осы видеоны мына жерде біздің жоғары жақтағы азаматтарымыз, депутаттарымыз, мына билік өкілдері бәрі көреді деп ойлаймын. Мына видеоны барынша таратып жіберіңіздер. Иранда әлі күнге дейін қанша 5.000-ға жуық қазақ бар ма? Одан да көп бар. Негізі айтуға келетін адамдар екі ойлы болады. Негізі екі ойлы болады. Құжат дұрыс емес та. Құжат дұрыс болса келетін балдар, қыздар бар. Көбісі мысалы келгенде қаяққа қалады, қандай қалаларда, қандай ауылдарға жібереді, қандай жұмыс оларға қажет, қандай сондай көмектерде керек олар келгенде. Тамаша. Жалпы негізі сен мысалы Ирандағы қазіргі Горган, Күмбеттегі туысқандарыңа, Ендер түркмен. Сол азаматтарға сен осы солтүстік Қазақстанға келуге кеңес бересің бе жалпы? Берем, әрине. Неқта деген адамдар қалай өмір сүріп жатыр. Адамдар басқа елге де бар. Ирандағы адамдар мысалында кетіп өмір сүріп жатыр өздері үшін да. Енді өзіміздің ватанымыз үшін бүткіл қазақ мен ойламаймын. Ойламайтын нәрсеге жетіп тұрмын да. Бәрі өзі рухы қазақ болғасын, олар адай қазақ болғасын,
міндетті өздеріне көреді, сол Қазақстанға оралып, сол сияқты Қазақстанның дамуға. Ол ойламақ керек емес, ойлау сәйкес емес та маған. Олар рухы қазақ. Тамаша. Міне, өздеріңіз көріп тұрсыздар, Иранда осындай мықты біздің қазақ бауырларымыз өте көп. Сол азаматтардың бәрін осы елімізге, ата мекенімізге, осы солтүстікке алдырсақ, арманымыз болмас еді. Ал осы видеоны барынша таратып, көретіндеріңіз көріп, пікірлеріңізді жазыңыздар. Біз солтүстіктеміз. Келіңіздер ағайын, солтүстікке келіңіздер, ошақта көрші болайық, дос болайық. Егер сен солтүстікке көшіп келсең, сенің оң жақтағы көршің Қытайдан келген қазақ болады, сол жақтағы көршің Моңғолиядан келген қазақ болады, алдыңдағы көршің осы жергілікті қазақ болады, үйіңнің артындағы көршің осы Иран, Түркменстаннан келген қазақ болуы бек мүмкін. Келіңіздер ағайын, тәуекел, теріске бізге аманат бар болыңыздар. Рахмет сіздерге. Тамаша болды ғой мынау.